Саламатсызбы, құрметті көрермендерім. Бүгін баклажан салатын дайындаймыз. Керегі баклажан, болгарский перец, қызанақ, қияр, чеснок және қызыл бұрыш. Баклажанымызды алып, екі жағын кесіп, төртке бөлеміз. Және бұны бұрыштап тураймыз. Үш бұрыштап тураймыз. Бірақ өздеріңіз білесіздер қалай турайсыңыз. Төрт бұрыштайсыз ба, бірақ үш бұрышты әдемі көретін сияқты салатта. Осылай баклажанымызды турап аламыз. Үш бұрыштап 1,5 литр суға 2 шай қасық тұз саламыз. Оған баклажанымызды түгел саламыз. Тұзды суда ащылығы кету керек. Бұны бір 20-30 минутқа қойып қоямыз. 20-30 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз басқасын кесе береміз. Қызыл пиязымызды тазалап, бұны жұқалап, екі бөліп жұқалап тураймыз. Жақсылап тураймыз, жұқалап. Және бұны да суға салып қоямыз. Салқын суға, ащылығы кететіндей салқын суға салып қоямыз да тура берсін. Болгарский перцті тазалап, бұны үш бұрыштап тураймыз. Бөліп, не 4-ке, не 6-ға бөліп, қатты үлкен болып кетпесін, үш бұрыштап осылай тураймыз. Өте әдемі көрінеді турағанда. Үш бұрыштап болгар перцін турамыз, және помидор тураймыз. Бұны да 4 бөліп мен үш бұрыштап турадым. Помидорым мынандай сопақша помидорлар, кішірек, үлкен емес. Соны турадым, 3 штук помидорымды. Және қиярды алып 4-ке бөлдік. 4-ке бөліп, және осылай неге үш бұрыштап тураймыз. Өте жеңіл салат, өте дәмді салат шығады, әдемі. Өте ұнайды өзіме. Енді сәбізімізді алып, сәбізін теркадан бүкеміз, корейский теркадан. Бір сәбіз жетеді, орташа бір сәбіз үлкенде керек. Кешесіздер, үлкенде керегіміз. Және бұған біз чеснок, бір зубчик қана чеснок саламыз. Ашылау қылсаңыз, можете екеу салуға, бірақ мен ондай ашу жақсы көрмеймін. Енді жасыл пиязымызды алып, ұзынша қылдырып, соломка қылдырып дейміз ғой. Соны осылай турап, бұны бәрін қосып қоямыз. Енді отқа таваны қойып, 50 грамдай май құйдық. Осыған қатты отта, оған баклажанды қуырамыз. Баклажанымыз қызару керек. Қызыл болып, қатты отта қуырамыз. Бір 5 минуттай қуырамыз. Өзіңіз көресіз, баклажанымыз қалай қуырылады екен, қызарып шығу керек. Осындай болып қызарып шығу керек баклажанымыз. Осылай шыққан кезде майыңызды көп болып кетпесін. Майды жұтып алады екен баклажан. Міне енді баклажан қуырылып болды. Енді бұған сәбіз бен чеснокты саламыз. Және бұған сразу 2 ас қасықпен соевый соус қиямыз үстінен сразу. Бұны барлығын енді араластырып 1 минуттай ғана қуырамыз. Сәбіз сәл жұмсарған кезде 1 минуттай қуырып, өте дәмді, өте әдемі салат болып шығады бұл. Түсі де әдемі болады. Соевый соус көп қимаңыз, 2 қасық толтырмай төмен қидым. Өткен соевый соус көп қиылса, қап-қара болып кетеді. Сондықтан неге осылай 2 ас қасық жетеді. Енді қуырылып болды, бұны бәрін бірге қосамыз жаңағы овощимызға. Бұған қосатымыз енді қызыл сәбізімізді судан алып шығып, суын сығып, барлығын осыған қосамыз үстінен. Және кунжут семечкасын 1 ас қасық толтырып саламыз. Кім тұз қанша керек, соны қиясыздар. Және уксус 9% 1 ас қасық уксус қосып, барлығын араластырамыз. Міне қараңыздар, қандай әдемі болып шығып жатыр, көрдіңіз бе? Цветі бәрі әдемі, өте әдемі салат. Каналыма жазылыңыздар, қолдаңыздар. Неке осындай баклажан салаты, өте әдемі салат болып шықты. Өте дәмді, әдемі. Каналымы қолдаңыздар, жазылыңыздар.
ас болсын.